Kurdak is ready. Қуырдақ дайын, және иісі өте керемет. Бұрын соңды жылқының етін жеп көрмеген британиялықтар қазының дәмін ұнатып қалды. Кейбіреулері үйінде жылқы бағып отырғанымен, соғымға әзірге жіберуге дайын емес. Өйткені үй жануарлары олар үшін отбасыларының құрамдас бөлігі. Иә, мен жылқының етін тағы да жеп көрер едім, бірақ бұл екеуінің емес. Британиялықтар кейбір қазақ тағамдарын өте құнарлы санайды. Бірақ Қазақстанға келгенде толық адамдарды көптеп кездестірмегендеріне аң-таң. Ағылшындар мұны жылқы етінің құрамында ағзаға күш-қуат беріп, семіздікке апармайтын цинк пен протеиннің көптігімен түсіндіріп отыр. Нағыз қазақтар сияқты ас әзірлеп үйренсе де, оларға кейбір сөздерді айту оңайға соқпайтын сыңайлы. Бұл күні жас буын өкілдері де ұлттық тағамдарға деген қызығушылық танытты. Әсіресе олар ұлыстың ұлы күні дайындалатын Наурыз көжені ұнатып қалды.